Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 50-ші сабақ Б дыбысы мен әрпін жалғастыратын боламыз. Балақайлар, кәнекей кітабымызды ашамыз. Кітабымыздағы бізге берілген бірінші тапсырманы бірге орындайық, иә? Алғашқы рет біз бізге берілген сөздердің барлығын буынға бөліп оқимыз, одан кейін бірге қосып оқитын боламыз, иә? Солайша біз жылдам оқуға жаттығамыз. Олай болса бастаймыз. Бақа, балық, арба, дорба, шыбын, шыбық, қарбыз, қобыз, қабақ, табақ. Олай болса балалар, осы буынға бөліп оқыған сөздерімізді кәнекей барлығымыз бірге оқып көрейік. Бақа, балық, арба, дорба, шыбын, шыбық, қарбыз, қобыз, қабақ, табақ. Мінекей балалар, олай болса өздеріңіз тағы да бірнеше рет қайталап оқып жаттығыңыздар. Келесі тапсырма, мына жерде бізде бұрыш берілген, қарбыз берілген және де асқабақ берілген екен, иә? Енді осыларды мына тізбек бойынша оқиық. Бұрыш, қарбыз, асқабақ деп буынға бөліп оқысақ болады екен. Балақайлар, енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Қараңыздар, мына үстіндегі белгі төртбұрышты, иә? Ол жерде бірінші төртбұрышта сызықша жоғары көтерілген, иә? Бұл бізде қандай белгі еді? Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл бізде бас әріппен басталады деген белгі болған, иә? Олай болса бізге берілген сөздердің орындары ауысқан екен. Сол орындары ауысқан сөздерді тауып, дұрыс сөйлем құрауымыз керек. Бірінші сөйлем бізде шұбат бер, екінші бұзау бесеу деген сөз шығады, иә? Ал келесі болат дұрыс оқы, болат батыл бол деген үш сөзден тұратын сөйлем шығады екен. Әрине бізде бастапқы ең бірінші жазылған сөйлемдегі сөздер бас әріппен жазылады. Олай болса балалар, сіздерге бұл тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тапсырма бізде сөйлемдердің орындары ауысқан екен, иә? Олай болса балалар, біз осы орындары ауысқан сөздерді дұрыс қойып, мәтін құраймыз, иә? Бақшада қарбыз бар, онда бұрыш та, асқабақ та бар деген мәтін шығады екен. Балалар, кәнекей, сіздердің үйлеріңізде бақша бар ма? Бақша бар болса, ол жерде не бар? Бұрыш бар ма? Асқабақ бар ма? Қарбыз бар ма? Айта қойыңыздаршы. Жарайсыздар. Олай болса балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Мына тапсырмаға қараңыздар балалар, бізге сөздер берген екен, иә? Бақ-бақ, бақа. Енді осы сөздерді біз ары қарай жалғастырамыз. Бақ, бас деп, Б әріпінен басталатын сөздерді құрап жаздық. Енді бізге батыл бол, арба бесеу деген сөйлемдер берген екен. Осы екі сөзден тұратын сөйлемді біз балалар көшіріп, көркем түрде қатесіз дәптерімізге жазып аламыз. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал ендеше келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.